Биыл Алматы облысының Балқаш ауданындағы елді мекендер газдандырыла бастайды. Ауылдарды ауыз сумен қамту, суармалы жерлерге су жеткізетін арналар мен тоғандар жүйесін қалпына келтіру жұмыстары да жалғасып жатыр. Дегенмен жергілікті тұрғындар үшін өте маңызды мәселелердің көбі әлі күнге дейін шешімін таппаған. Толығырақ тілші бейне материалында. Балқаш ауданының тұрғындары жергілікті атқарушы билік өкілдерінен көшелерді жарықтандырып, жол жағдайын жақсартуды, балабақшалар салып, жаңа жұмыс орындарын ашуды сұрап отыр. Ал шалғай ауылдарда дәрігер, мұғалім мен ауыл шаруашылығы саласының мамандары тапшы. Өткен жылы Бірлік ауылындағы орта білім ошағына күрделі жөндеу жасалды. Алайда бір мектепті қайта жөндеумен мәселе түбегейлі шешілмейді. Тұрғындарды баспанамен қамту, ауыл шаруашылығын өркендету, пошта қызметі мен жол қатынасын жақсарту мәселелері де алаңдатады. Біздің ауылдан туындайтын мәселе осы бәнсе жағы. Біз бәнседен алыста отырамыз орталықтан. Енді ауылымызда үлкен кісілер бар, кәриялар бар, жетемайтын адамдар бар. Соған бір аптека соғып берсе, дәрі берсе, біздің енді ниетіміз сол дәріміз болмай қалады. Енді бар болса, главный врач керек қой бізге, ауылымызға. Ветстанция керек. Нағыз керек нәрсе сол енді. Оған бір-екі жыл болды, соны қолға алғанына. Негізінде сол жақында іске асатын шығар деп есептеймін. Биыл Балқаш ауданындағы елді мекендерге газ тарту жұмыстары басталады. Ол өз кезегінде әрине халықтың өмір сүру сапасын жақсарта түседі. Бірақ шалғай ауылдарға жоғары жылдамдықты ғаламтор желісі әлі жетпеген. Биылғы жылдың өзіне 600-700 миллион теңге көлемінде Қазақ Телеком арқылы қаржы бөлініп, Қапшағайдан Бақанас, одан Бақанастан Қарой, одан екінші бір линия Бақанас құйған, осы екі бағытта оптика балконный связь дейміз ғой. Сол связьға қаржы бөлінді қазіргі уақытта. 20-21 жылдарда осы екі бағытта ол ары қарай жалғасын табады деген жоспарымыз бар. Балқаш ауданында 32 мыңға жуық халық тұрады. Өткен жылы мұнда нұрлы жер бағдарламасымен 10 арендалық үй салынған. Бұл жұмыстар биыл да жалғасады. Аудандағы 50-ге жуық тұрғын 7-20-25 бағдарламасымен үй алуға өтініш білдірген. Ардақ Айбарлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, Хабар 24.